Казахстанның националисті бүгін Қазақстан художниктің несі болып жатыр. Білесіздер ғой, сол жаққа келді. Чингиз Ноғайбаев. Чингиз Ноғайбаев деген сол жерде Гуля жаңа біздің Жанна деген сияқты Омар аға жау қашты сол жақта. Бірақ мына жерде 10 кісі болыпты, сондықтан да бастай беруге рұқсат етіңіздер. Біріншіден мына алда кеткен жаңа жыл жарылқасын, ескі жыл есіркесін, құрметті ағайындар. Одан кейін енді жасырашылық жоқ, қоғам болғаннан күніге жинай аламаймыз ғой. Сондықтан да құрметті ағайындар бірінші айтылатын мына дастарханда жасап отқан осы жерде өздеріңіз білесіздер, мына әпкеміз мына Қалила апайдың жолдасы 60 жасқа келген ағамыз болады. Әпкеміз талай жыл 15 жыл посольствода істеді. Ағамыз 60 жасқа толып, мына қазақтың сарқыт деген болады. Тойдан кейін сол сарқытты сіздерге әкеліп отыр. Қол шабыт дәм ауыз тию дейді бұның атын. Скромный емес, ол әңгіме дәмді. Сондықтан дәм күттірмейді, дәмінен алып отырыңыздар. Әлбетте жіберші. Одан кейін құрметті ағайындар, оны мынау как раз орынбасар газетке жазып жатыр. Ағамыз 60 жылдың жақсылармен орынбасар газетке шығарды, сайтқа шығарды. Мен басқардым, дүрлетіп тұрып, бүкіл генералдар болды, 60 шақты кісі болды. Жаңалықтар. Одан кейін құрметті ағайындар, айтылатын нәрсе повестка дня бүгін. Жаңа жылда жыл сайын міне бір где-то 10 шақты жылдай посольство подарка берген тұғында, соңғы 2 жыл мұрагенмен қазақтың өздері беріп жатыр подарканы 100 балаға. Соған енді Құдай қаласа, бүгін енді кімді шақырған едік? Ақсайын мен олар басқа собраниеде екендік әлі. Соған енді келе алмайды, бірақ енді мен жазып берем кімге? Президентіне де мұрагердің 100 балаға подарка даярласақ, 22-сі мен 28-інің арасында күнді айтуымыз керек посольствоға. Бұлар рұқсат берді посольствода. Бірақ қай күні істейтінімізді, чтобы жұмысқа бұларға түспей, мысалға бір әбетте утренник жасауымыз керек. Оған енді ответственный жыл сайын Гүлмай, Бақытгүл жақсы, Тұрсынай үшеуі жақсы программа даярлап жатқан. Сондықтан бірінші часть, как всегда мы делали казахский часть, қазақша сәл өлең айтып, тақпақ айтып балдарды, а екінші частьін орысша алатын специально Дед Мороз шақырып. Неге? Потому что орыс тілді делері уважать, правильно же? Бауыржанның 100 жылдығына залға төленіп қойды, залдың уже программасы дайын. Просто 20-сынан кейін деп айта салды еді, бірақ 20-сынан кейін 100 жылдығына 570 адамдық. Декабрьда? Осы январьдың. Январьдың. Соған ауыстырдық қой біз январьдың, потому что көбейіп кетті программа. Соған 570 адам зал екен, мен жастарды шақырып отқан себебім, әр жастарға тапсырамыз студенттерге. Әрқайсың 5 адамнан ертіп келесіңдер деді да, тұр зал толтырып қойды сол концертке. Содан мына 5 адам ертіп, мына еңлік айтып едім, еңлік 2 қыз ертіп келді, көрдің ба? Мына уже бұлар программа алды өздеріне қазір. Жүнісбаева Дария, магистратура, РУДН дейді, міне, как раз Алматы облысынан. Исентаева Аида, магистратура, РУДН, Дұқыл шабатты құрметті. Иә, сондықтан да осы қыздар айтады, бізге жаңа жыл бар ма, басқа бар ма, 20 жылдық, 10 жылдық наурызда бірдей бізге қосылып көмектесіп, сонда так что, құрметті ағайындар, енді студенттер рұқсат берейік, құрметті ағайындар. Действительно, қазір сложившаяся обстановка жаңағы метроларда қиын болады. Армана, набери, пожалуйста, если это ответственность. Қыздар, мына бауырсақтан ауыз сендер, сіздер рұқсат онда не қыса. Роман патриот Казахстана, один из основателей и, основатель, можно сказать, фонда Астана. Вот там дела. Выступил с инициативой, я ему не подтягивал. Давайте, говорит, сделаем казахстанцы консолидирующую силу. Вот я знаю, есть общество казахов, есть Мурагер, есть прочее. Вот давай, Астана есть, объединимся, какие-то мероприятия, совместные эти проекты, все реализуем. Конечно, хорошо. Ну и как-то посидели мы, Абу Ислам, Букин, все. Я говорю, давайте, сделаем заседание, круглый стол, Дастархан. С ответными визитами посидим, как поближе, вот какие проекты, вот и Новый год. Более интересные проекты, да. познавательные, так, научные. Когда сообща, когда один кулак, я думаю, это лучше будет. Біз Қазақстаннан жіберген ғой, Астанада, Алматыда біздің жаңа духовный управление мұсылман. Мына жерде Москвада біздің қазақтар бауырларымыз тұрады деп жаңа. Соларға кішкене иман дүние көрсетсін жаңа. Өзіміз қазақ еліміз болмаса біз мұсылманбыз ғой. Мұсылман болмаса мына жерде тем более Россияның ортасында, Москвада балдар өсіп жатыр, не істеп жатыр, бұларға кішкене үйретіп жаңа, арабша үйреніп жаңа. Ата-бабалардың қалған жаңа неміз салтымыз бар, неміз бар жаңа, дініміз бар. Бәрі кезінде, бәрі Совет одағының кезінде бәрі құтылып қалып, жөніп кетті ғой бәрі. Сол кішкене
возражать етіп бұл ешқандай радикализм емес бұл өзіміз мына жастарға үйретіп әріпті үйретіп қазақша тілді кішкене үйретіп не мұсылманшылық жағына қалай үлкен мұсылман нелер бар праздниктер бар, мейрамдар бар, сол қалай өткізу керек бірге сол үшін біздің қазағына жас бауырымызды өзің Түркістан жігіті, Шымкенттен ауылы, өзі елі Найман, көшелерге келіп мына жіберіп Москваға. Ана қазақтар бар екен, сол үйрет. Мына таныс, қандай көмектесейік, мына жерде түрік бауырларымыз көмектесіп жатыр, өзі медреселері бар екен, жатақханасы бар. Қазақстанның болса, пожалуйста, жатақханасын беріп бесплатно. ВДНХ и Мытищеде бар. Для ребят, да? Для ребят, да. Они жатақханада жатыр? Жатады. Жатақханада жатыр. Баяғыда болды, когда турецкий колледж. А нельзя вот здесь воскресный, например, прийти? Например, сын мой учится. Не, может, так прийти? ВДНХ может прийти. На Мурагер может прийти. В Таганка. Может, ВДНХ прийти. Может, здесь тоже Мы правильно. один Может, раз арабский ходили вот на научить. этот, Арабский на поучить. школу ходили, но уже забыли. Сын мой ходил, например. Мұрагерді мысалы аптасына 3 рет немесе жоқ үйге келіңіз, үйге келіп оқытсаңыз десеңіздер де оған да дайынбыз яғни. Үйге келіп та оқытып жатқан желеріміз де бар. Яғни тек қана оқығыларыңыз келсе біз оқытудан қашпаймыз иншалла. Әйтеуір Алланың қуатымен әйтеуір күшіміз жеткенше яғни әрине күшіміз жеткенше әйтеуір тырысып үйретуге дайынбыз. Яғни бұл бізге осындай қызмет берілген екен. Бұл қызметті біз дұрыстап атқармайтын болса, ертеңгі күні Аллахтың алдында біз жауап береміз. Сол үшін қолымыздан келгенше әйтеуір тырысып жатырмыз. Сіздерге де дуа қылып жатырмыз. Әйтеуір қазақтарға әйтеуір имандылық тәрбиеден аз болса да қолымыздан тиюді нәсіп қыла гөр деп. Иншалла Алла Тағала дуамызды қабыл етсін. Иншалла Рахмет. құтты болсын тойларыңыз.